Сәлем достар, бүгін біз видеода үйге алған бір апталық азық-түлікке шолу жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын арнама тіркеліп, жазылып, комментпен бөлісіп отыр. Бізде ол ең бірінші зат осындай пико, яблочный сок және де джин. Ал бізде екінші пакетте үйге шай ішуге арналған заттар. Бізде ең бірінші пакетті ашқан кезде қолымызға түсетіні ол осындай цеснаның. Жалпы ондардың ішінен осы цесна маған қатты ұнайды. Оны мен әрдайым аламын үйге. Сондай-ақ, конечно же, бізде барлық менің азық-түліктегі жүретін банан қызыма. Сосын күздің сәні тыква. Тыква алдым осылай манты жасауға. Мантымен дәмі керемет шығады. Жасап көрмегендер болса, араларыңызда жасап көріңіздер. Келесі зат ол бізде осындай шай ішкенге вафли, одан кейін осындай Twix шоколад. Байқасаңыздар, маркеттерде, магазиндерде шоколадтың бағалары осы жылы қатты қымбаттап кетті. Не үшін? Және де осындай бізде дайын пельмен, асығыс болған кезде жасап ішкенге өте ыңғайлы. Келесі зат ол бізде Milky Way, биос, және де тағы да шоколад сникерс. Ал пакеттегі біздегі ол соңғы зат осындай колбаса. Чек 6,5 теңге шықты. Қымбат па, арзан ба, жаза кетіңіздер.